Баршаңызға қайырлы күн, қыздар. Бүгін сіздерге қазанның қақпағында дайын болатын өте дәмді тандыр самсаның рецебімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын, қатпарлы, қытырлақ болып шығатын ең дәмді рецептердің бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және қыздар, қазанның қақпағы бұлғанып қалады немесе қарайып кетеді десеңіздер, мен сіздерге ешқандай химикатсыз тап-таза етіп тазалаудың 10 минут уақытыңыз алатын жолын видеоның соңында көрсететін боламын. Ең алдымен біз қазір қамырын дайындап аламыз. Ол үшін салқын суымызды қосамыз және салқын сүтімізді қосамыз. Жылы болса да болады, температурасы қатты маңызды емес. Және тұзымызды қосамыз. 10-15 грамм тұз қосамыз, яғни ас қасықтан жарты ас қасық тұз қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, илектен өткізілген ұнымыздың барлығын қосып, қатты қылып қоймаңыздар. Жайған кезде өздеріңізге ыңғайсыз болады, сол үшін жұмсақтау қамыр илеңіздер. Бұл жерде қыздар грамм бойынша таразыға өлшеп жасасаңыздар, барлығы тура шығады, яғни ұнды да қорықпай суға, сүтке қоса беретін боласыздар. Құрметті менің көріп жүрген көрермендерім, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде подписация батырмасын басып, қоңыраушаның белгісін басып, каналыма тіркеліп, мені қолдап, осы каналдың дамуына үлес қосып қойыңыздар. Қамырымызды толықтай иілеп, жақсылап иін қандырамыз және оның бетін пакетпен жауып, немесе ыдыспен жауып, 15 минутқа тындырып қоятын боламыз. Оға дейін біз начинкасын дайындаймыз. Бұл жерде менде жылқының еті және құйрық май және пияз. Сәл ірі-ірі қылып турасаңыздар болады, өйткені бұл тандыр самса болғаннан кейін майда қылып тураудың қажеті жоқ. Бұл жерде менде паприка, зира, қара бұрыш, тұз, осы 4 приправаны пайдаландым дәмін беру үшін. Жақсылап араластырып бір шетке алып қойыңыздар. Тынған қамырымызды 3 бөлікке бөліп, қамырды чұқа етіп жаятын боламыз. Қамырды міндетті түрде чұқа қылып жайыңыздар қыздар, өйткені қытырлақ, қатпарлы және жұмсақ болуының басты себепкері осы қамырды жаю барысында. Ұнымызды сеуіп, қамырымызды қолымыздың көмегімен жақсылап видеодағыдай созғылап аламыз да, одан кейін барып оқтаудың көмегіне жүгініп, қамырымызды жайып бастайтын боламыз. Егер сіз қамырды бірінші рет жайып тұрған болсаңыз, оқтаудың ортасын баспайсыздар, екі шетін қолмен баса отыра, осындай жұп-жұқа әдемі қамырымызды жайып шығатын боламыз. Қыздар, бұл самсаныға мен пайдаланған май щедрое лето 72%. Майды жақсылап ерітіп, бетіндегі ақ көбігі шықса, міндетті түрде алып тастап қосатын боламыз майды. Және майды қосу барысында су тыңқырап барып қосыңыздар, және қолдарыңызға міндетті түрде перчатка не болмаса, өздеріңіздің қолдарыңызбен жақсылап тұрып қолмен жағып шығыңыздар. Қолмен жағып шыққан өте барлық жеріне ыңғайлы тиеді, сол себепті қолмен жағып шығуға кеңес етемін. Барлық шетіне толықтай тию керек және қатты майды көп қосып бұлшылдатып жібермеңіздер. Екінші, үшінші қамырымызды дәл видеодағыдай барлығын қойып, ортасына сары майымызды толықтай жағып, рулет сияқты ораймыз. Арасы тығыз болуы керек, ауа кіріп кетпесін. Және барлығын жақсылап орап болғаннан кейін пакетке салып, холодильникке, морозильникке 25-30 минутқа салып қойыңыздар. 25-30 минуттан кейін қамырымызды алып пайдаланатын боламыз. Осы кезде барлығының формасы бірдей болып шыққанын қаласаңыздар, таразыға қойып 20-25 граммнан қойсаңыздар болады. Бірақ мен көз мөлшерімен жасадым. Қамырдың қатпарлығы дәл осы видеодағыдай шығады. Қолымызбен жақсылап созыңқырап, қамырымызды жайып домалақ пішінге келтіретін боламыз. Арнайы жаңағы дайындап қойған начинкамызды саламыз. Қатты чұқа қылып жібермеңіздер, орташа қалыңдықта жаясыздар. Ешқандай ұн пайдаланбайсыздар қыздар. Ол өзі жабыспай әдемі болып жайылады. Начинкамызды саламыз. Негізі тандыр самсаға мүлде картоп пайдаланбайды. Егер жақсы көрсеңіз, қосуға да болады қыздар. Тандыр самсаның формасына келтіріп домалақ қылып жасасаңыздар да болады, бірақ мен осындай өзіме икемді әрі пешке жаңағы қазанның қақпағына қойған кезде де ыңғайлы болу үшін осылай үшбұрышты кәдімгі өзіміздің самсаның формасына келтіріп қойдым. Олардың барлығы енді өздеріңіздің қалауларыңыз. Қазанды міндетті түрде қоятын алдын 20 минут қыздырып алыңыздар. Қызған кезде осындай буы шығып тұру керек. Қыздар, қазанның түбі қарайып кетпес үшін міндетті түрде тұз салып қойыңыздар. Шамамен 50-40 граммдай тұз салсаңыздар жеткілікті.
Және қазанның қақпағы да міндетті түрде біздің самсамызды қойып жатқан кезде қызып тұру керек. Жұмыртқаның ақ уызына жақсылап тұрып, барлық жерін тигізіп, асықпай алып, қызып тұрған қақпаққа жақсылап жапсыратын боламыз. Осы кезде қадағалаңыздар, түсіп кетпес үшін барлық шеті тию керек қыздар. Міне видеодағыдай барлығын қатар-қатар қойып шықсаңыздар болады. Жұмыртқаның ақ уызын міндетті түрде бетіне сарғаю үшін жағып шығамыз толықтай. Және бетіне кунжут, макс, түрлі дәндер өздеріңіздің қалауларыңызша сепсеңіздер болады, сеппесеңіздер де болады. Мінекей, және бір қатты қызып тұрғаннан кейін байқаңыздар, оқтаудың бір шетімен итеріп алып, екінші шетімен қолдарыңызды ұстап, қазанның қақпағын екінші бетке келтіретін боламыз. Дәл осы видеодағыдай екінші бетке келтіріңіздер. Ешқандай қорқудың қажеті жоқ, самсамыз мүлде түсіп кетпейді. Қазанның қақпағын жауып болғаннан кейін шамамен орташа отта 40-30 минутта пісіп шығады. Піскеннен кейін, егер сіздің самсаңыздың түбі піспеген болса, келесі бетіне төңкеріп 10 минутқа қатты отқа қойыңыздар. 10 минут көлемінде тұрса, толықтай самсаның асты пісетін болады. Жұмсақ болып шығады қыздар. Осындай пышақтың көмегімен сәл-сәл итеріп жіберсеңіздер, ешқандай асты жабыспай, әдемі толық болып пісіп шығатын болады. Самсаның жұмсақтығы өте керемет болып шығады. Ішіндегі еті барлығы толықтай піседі. Қыздар, уайымдаудың қажеті жоқ. Мінекей сочный әрі дәмді болып шығады. Құйрық май қоссаңыздар, өте дәмді болып шығады қыздар. Осылай бар жоғы 1-2 сағат көлемінде өте дәмді тандыр самсаны жасап шығасыздар. Және қазанның қақпағы осындай бөлініп кеткені үшін міндетті түрде қыздырып алып тұз себетін боламыз. Тұз сеуіп болғаннан кейін жақсылап тұрып қырғыштың көмегімен, қатты басудың да қажеті жоқ, жай күш салмай ары-бері қырғышпен жуып шықсаңыздар, ешқандай химикатсыз тап-таза болып шығады. Бұл жерде тұз өзі ерітіп барлығын, күйген жерлерін барын ағартып, тазартып беретін болады. Міндетті түрде осы әдісті пайдаланып көріңіздер, қыздар, міндетті түрде. Және каналыма тіркеліп қолдап қоюды да ұмытпаңыздар, қыздар. Қазанымыз осылай тап-таза болып шығады, және біздің қазанымыздың түбі қараймас үшін тұз септік, сол үшін қазанымызда қараймайды, қақпақта қараймай әдемі болып шығады. Өте дәмді пісіріп болған кезде үйлеріңізде иісі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Назерке.